Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Махаббат жастар айтпақшы, құмарлықпен емес, сенімділікпен, баяндылықпен өлшенеді. Планетадағы әр адам өз ақылымен ойланып, өзгенің пікірінен тәуелсіз шешім шығара білуі керек. Егер сырқат қатты болса, ұзақ емес, егер ұзақ болса, ауыртпалы емес. Әділдіктің екі қайнар көзі бар: ешкімге зиян шектірмеу және қоғамға пайда келтіру. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. Тәрбиелеуде мұғалімнің өзінің не біліп, не істейтіні маңызды-ақ. Бірақ оның ықпалымен шәкірттерінің не біліп, не істейтіні онан да маңыздырақ. Мұғалімдер міне осынысымен бағаланады. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысып бағады. Балаларым болса екен деу табиғи нәрсе. Бала болмаса, адам мен адамның табиғи байланысының болуы да мүмкін емес. Адам неғұрлым адал болса, соғұрлым басқаларды арамдыққа аз қияды. Әркімнің қателесуі мүмкін, ал оны мойындамау тек ақымақтың ісі. Надандық дегеніміз ақылдың түні, айсыз және жұлдызсыз түн. Бір нәрсені үйренгісі келген адамдарға оларды үйретіп жүргендердің беделі жиі бөгет жасайды. Өзіңе дейінгі дүниеден хабардар болмасаң, өмір бойы нәресте қалпында өтесің. Дана адамдардың ісіне ақыл, ортан қол кісілердің ісіне тәжірибе, надандардікіне қажеттілік, жануарлардікіне табиғат түрткі болады. Өмір бойы сүйіп, махаббатыңды төккің келетін адамды да таңдай біл. Дана болу жеткіліксіз, оны пайдалана білу қажет. Бақ өзі ғана соқыр емес, ол қонған адамын да соқыр етеді. Қателесу әрбір адамға тән қасиет, қатесін жақтау ақымаққа тән қасиет. Өзі адал, басқадан арамдық күтпейді. Шынымды айтсам, мыналардың ойына ортақтас болғаннан гөрі мен Платонмен бірге қателескенді дұрыс көрер едім. Сараң болмау байлық, шашпа болмау пайда. Достық тек қана жақсы адамдар арасында бола алады. Тарихты білмейсің бе, демек өмір бойы баласың. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.